Түркия шәкіртақылары бакалавр швед стилі сияқты түрік тілін білуге міндетті емессіз. Менің барып келгенімді Түркия бурслары төлейді. 4 жыл бойы жатақханада тұрасыз. Және сіздің ай сайын алатын шәкіртақыңыз, яғни стипендияңыз 97.500 теңге. Бұл шәкіртақыны еселеуге болады. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Түркияда магистратура оқыған, Түркияға оқуға түсіру бойынша эксперт Мұрат Күләш. Бүгін сіздерге Түркияға 100% грантты, яғни шәкіртақыны қамтамасыз ететін Түркия бурслары бағдарламасы туралы, оның ішіне не кіретінін толық сіздерге айтып анықтайтын боламыз. Көп сөзбай, бастайық. Түркия бурслары қазақшаға тікелей аударғанда Түркия шәкіртақылары деген мағынаны білдіреді. Бұған бакалавр, магистратура, докторантура да оқығысы келетін ниетті талапкерлер тапсыра алады. Егер сіз бакалаврға оқуға түскіңіз келсе, яғни мектеп немесе колледж бітіріп жатырған болсаңыз, бакалаврға тапсыра аласыз. Ол жерде барлығы бакалаврда, магистратурада, докторантурада 12 түрлі мамандықпен қала таңдай алады. Бірақ бакалавр швед стилі сияқты қандай мамандық, қандай бағыт бір-біріне қатысты болса да, болмаса да таңдауына мүмкіндігі бар. Ал магистратура мен докторантурада бағыты кішкене қысыңқы. Өйткені магистратура немесе докторантура ол бакалавр немесе магистратураның жалғасы болып саналады. Яғни сіз магистратураға түскіңіз келсе, бакалаврда оқыған мамандығыңыз бен тапсырғалы отырған магистратурадағы мамандығыңыз бір-біріне байланысы болу керек. Яғни ол жерде, мысалы, сіз тіл мамандығында оқыған болсаңыз, ешқалай мүлде қатысы жоқ техника жақтағы, технология жақтағы, медицина жақтағы мамандыққа тапсыра алмайсыз деген сөз. Яғни оның барлығы сізге тиесілі, сіз тапсыра алатын мамандықтардың тізімі алдағы уақытта өтініш білдіріп жатырған кезде көрінетін болады. Ол туралы толығырақ ашып келесі видеоларда айтатын боламын. Бұл бағдарламаға өтініш білдірерде түрік тілін білуге міндетті емессіз. Оқуға түскеннен кейін сіздің дайындық жылыңыз, hazırlık жылы басталады. Яғни ол жерде сізді 0-ден C2 деңгейіне дейін оқытып, университетте толық білім ала алатындай академиялық деңгейге жеткізіп, сізді дайындайтын болады. Бұны бірінші пункт дейді. Келесі пункт ұшақ билеті. Көбі шатасып жатады, мен мысалы 4 жыл немесе 5 жыл оқысам, 2-3 жыл оқысам, менің барып келгенімді әр Қазақстанға немесе өзімнің еліме барып келгенімді Түркия бурслары төлейді деген қате пікір бар. Ол дұрыс емес. Яғни сіздің ең алғашқы Түркияға келгеніңіз және де ең соңғы оқуыңызды бітіріп еліңізге қайтып бара жатқан билетіңізбен қамтамасыз етеді. Сол себепті екі-ақ билетпен қамтамасыз ететін болғандықтан басқа өзіңіздің еліңізге барып келу өз мойныңызға аласыз. Үшінші пункт медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді. Медициналық сақтандыру ол қазір Қазақстанда да кәдімгідей жүйеге орнаған бір сақтандыру болды, кәдімгідей. Түркияда дәл солай. Егер ауруға шалдыққан болсаңыз, сырқатыңыз бар болса, қандай да бір денсаулығыңызға әсер болған болса, толық еміңізді осы Түркия бурслары беретін медициналық сақтандыру арқылы еміңізді ала аласыз. Яғни түсінгеніңіз бойынша қандай да бір денсаулығыңызға байланысты кез келген жасалатын ем шараның барлығын осы Түркия бурсларының медсақтандыруы жауап береді. Сондықтан ол жақта мен ауырып қалсам қалай боламын, менің денсаулығыма кім қарайды, мені олардың ауруханаларында қабылдай ма деп мүлде уайымдамасаңыз болады. Төртінші пункт жатақхана немесе пәтеріңізді Түркия бурслары төлеп береді. Бірақ бір ескере кететін жайт, бакалавр мен докторантура, магистратураның жүйесі бұл жерде кішкене айырмашылық жасайды. Бакалаврға түскен болсаңыз, сіздің оқитын 4-5 жылыңыз бойына сіздің жатақханаңыздың барлық шығынын осы Түркия бурслары бағдарламасы көтеретін болады. Яғни 4 жыл бойы жатақханада тұрасыз. Егер сіз магистратура, докторантураға түскен болсаңыз, ол кезде алғашқы жылы үйреніп кетуіңіз үшін жатақханада тұруыңыз мүмкін. Содан кейінгі келесі жылы олар өздері сіздің қолыңызға ақшасын ұстатады. Содан кейін айтады, өзің тап, немесе жаңағыдай мүмкін олар ұсынуда мүмкін, бірақ көбінесе өзіңіз табуыңыз керек болады. Өйткені сіз үйреніп қалдыңыз, жасыңыз да үлкен, өзіңізге жауап бере аласыз деген сияқты. Сол себепті алғашқы жылы ғана жатақханада тұрып, келесі жылы әрі қарай пәтерге көшуіңізге болады. Бірақ та мынандай айырмашылық бар. Менің 2 студентім бір қалада оқиды, біреуі жатақханаға орналасқан кезде оның құжатын оқу бітіргенше деп рәсімдеп қойыпты. Сол себепті ол
ол жатақханадан шықпайды, бірақ магистратурада оқиды. Екіншісі бар, ол тек қана алғашқы жылға ғана жасалған, яғни келесі жылы ол оқу бітіргеннен кейін бірінші жылын, келесі жылы ары қарай өзі жатақхана іздеп немесе пәтер іздеп өзінің жаңағы жұмысын өзі реттейді. Содан кейін егер сіз Түркияда оқу бітіріп, мысалы бакалавр бітіріп Түркия бурсларына тапсырған болсаңыз, магистратура бітіріп Түркия бурсларына тапсырған болсаңыз, ол жерде сізге ешкім пәтер іздеп бермейді, яғни сіз ол жақта бірнеше жыл тұрған адам ретінде өзіңіздің жататын жеріңізді өзіңіз қамтамасыз етесіз. Бар болғанда Түркия бурслары сізге соның ақшасын төлеп береді. Енді қараңыздар, Анкара, Стамбул қалалары үшін жатақхана немесе пәтер үшін студентке ай сайын 4000 лира, яғни 60.000 теңге беріледі. Ал басқа қалалар үшін 3000 лира бөлінеді екен, яғни 45.000 теңге. Бұл 2024 жылғы мәлімет, және бұл видео түсірілген сәтте лираның курсы бойынша есептелгенін ұмытпайық. Сол себепті әрі қарай баға өзгеретінін есімізге сақтайық. Соңғы пункт әрине сіздің ай сайын алатын шәкіртақыңыз, яғни стипендияңыз. Бакалавр студенттері ай сайын 3500 лира, яғни қазіргі лираның курсымен 52500 теңге алады. Магистранттар үшін 5000 лира, яғни 75000 теңге алады. Ал докторанттар ай сайын 6500 лира теңгемен 97500 теңге шәкіртақы алады. Бірақ та егер академиялық жетістіктерге жетсеңіз, бұл шәкіртақыны еселеуге болады. Яғни жай шәкіртақыңыз өсуі мүмкін. Жалпы осы пункттардан бөлек сізді керемет университеттік, студенттік өмір, неше түрлі елден келген, неше түрлі ұлттан құралған достарыңыз, олардың бір ұйымы болуы мүмкін. Яғни Түркия бурслары тек қана студенттерге академиялық, яғни білім жағынан емес, активистік, белсенді студенттік өмірді де сыйлайтынын ұмытпау керек. Бұл бағдарлама жыл сайын әр жылдың 10 қаңтары күні өзінің өтініш беруін ашып, 20 ақпан күні, яғни бір ай 10 күннен кейін өзінің өтініш қабылдауын жабады. Содан кейін оның жауабы сәуір, мамыр айларында шығуы мүмкін. Яғни екінші тур сұхбаттасуға шақырылуыңыз мүмкін. Оның жауабы тамыз айында шығады. Бірақ біздер үнемі алдын ала дайындалып, ерте қамдануға тырысамыз. Себебі кейбір құжаттар орында болмай қалуы мүмкін. Кейбір құжаттардың бар жоғын студент білмей де қалуы мүмкін. Болса да қайда жатқанын білмеуі мүмкін деген сияқты форс-мажорлардың алдын алу үшін біздер үнемі алдын ала дайындаламыз. Өтінім беру ашылған сәтте біздің өтініштеріміз, заявкаларымыз дайын тұрады. Біз содан кейін бірден жібереміз. Осыдан кейін жаңа айтқандай тағы бір тур бар екен, еске салғым келеді. Екінші тур, ол туралы толығырақ басқа видеоларда айтатын боламын. Жалпы Түркия бурслары туралы, оның не қамтамасыз ететін, студентке қандай мүмкіндік сыйлайтыны барынша түсінікті деп ойлаймын. Қысқаша әрі нақты ақпарат айтуға тырыстым. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазсаңыздар болады. Жалпы Түркияда оқу бойынша консультация алғыңыз келсе, менің жұмыс парақшама Инстаграмға немесе WhatsAppқа жазу арқылы консультация алсаңыз болады. Пайдалы ақпарат болды деп үміттенемін. Армандарыңыз орындалып, Түркияға оқуға түсіп кетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Менің арнама жазылып, видеоларыма лүпіл басып, пікір жазып кетсеңіз, маған үлкен шабыт берген болар едіңіз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз. Келе-келе!